тура Шымкенттің сыртында орналасқан 150 гектар жермен дап-дайын ферма сатылып жатыр. Ал керек болса. Ойлаңызшы, үй, пүй, баня, паня, санясымен бірге 150 гектар жермен осындай дап-дайын ферма сатылып жатыр. Анау аумағының өзі қалай қоршалғанынан ақ біле берсеңізші, жағдайының қандай екенін. Ақыры келіп тұрған соң үйінде көрсетіп жібере салайын. Үй жонни кірпішпен салынған сапалы мықты үй. 2-3 отбасыға дейін арналған. Газ, жарық, су барлығы қосылған. Асты полный теплый пол. Міне, мына жерінде екінші отбасыға арналған бөлек үйі бар. Санузел, уборный, душевойдан қиналмайсыздар. Өзінің жеке Wi-Fi бар. Сеттен де қиналмайсыздар. Қаланың сәлақ сырты демесең, кәдімгі қаланың іші ғой жалпы бұлдашы. Просто 150 гектар жермен фермасы бар да. Үйден бөлек кәдімгі керек жарақ заттарыңызды сақтайтын арнайы осындай сарайлары, одан кейін жазғы осындай тапшандары навестімен, сосын осындай қарауызымен бірге. Тіпті мынандай су сақтайтын орнымен бірге бар. Міне, осындай скважина дейма, короче, сондай бөлме ғой. Одан бөлек кәдімгі тауық қорасы, уборные, тіпті банясына дейін бар. Анау шөп жинайтын орнына қарай баратқан жолда осындай кәдімгі малдарды суғаратын астау анау-мынаусы мен тұз жалайтын тағы да астауы бар. Ал летник осындай қорасы мен 10 000 преске дейін сиятын мынандай үлкен қоймасын қараңыздар ендеше. Жағдай доп қой, мына жақта бүкілі бар. Енді айналасы толық камерамен жабдықталып бақыланып тұрған. Ішіне 10 000 қойға дейін сиятын мынандай үлкен қорасына не айтасыздар? Негізі өзім қора-пора деген нәрселерді қатты түсінбеймін. Бірақ мына жақтан түсінгендей болдым ғой. Өйткені барлығы рет-ретімен как положено бөлініп, чоткі тұрғы өз орындарында. Міне, күйіс қайтарып, түнеп тұратын осындай бөлек орны да бар. Ал, міне, осындай дап-дайын бизнес, дап-дайын ферма сатылып жатыр. Кірде жұмысыңды бастап кетсей, ішінен қандай зат, қандай мүлік көріп тұрсыз? Ешек, ақтөс, қарауыл барлығы тура осы алдында қалады, в общем.